Армысыздар, қайырлы күн, құрметті жас достар және біздің каналымыздың көрермендері. Бүгін эфирде лекториум жобасы, бүгінгі лекториум жобасының құрметті қонағымен таныс болыңыздар. Мемлекеттік жас қызметкер, жас әкім Молдабек Бауыржан Хамитұлы. Бауыржан, бүгінгі біздің эфирімізге қош келдің. Бізбен сұхбаттасуға келісіміңді бергеніңе көп-көп рахмет. Лекториум жобасында бізбен әр тақырыпта еркін сұхбаттасуға дайынсың ба? Дайын. Жалпы сені көбісі ауылдың тумасы деп таниды. Дегенмен бүгінгі сұхбаттың кейіпкері ретінде сенің өмір баянымен таныстыра кетейін. Молдабек Бауыржан Хамитұлы 1993 жылы 23 қазанда Форт-Шевченко қаласында дүниеге келген. Алғашқы қызметінде аудандық ауыл шаруашылығы және ветеринария бөліміне жастар практикасымен жұмысқа қабылданады. Кейін аталған бөлімде бас маман қызметіне тағайындалады. 2018 жылдан бастап аудан әкім аппаратының ұйымдастыру, бақылау бөлімінде бөлім басшысы қызметінде, кейін Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппаратында қала әкімінің орынбасары қызметін атқара жүріп, қазіргі таңда Форт-Шевченко қаласының әкімі қызметінде. Енді жас болсаң да біраз қызметті атқарған екенсің. Енді Бауыржан, сенің өмір баяныңды көрерменге қысқаша баяндап таныстырдық. Енді өзіңнің тарапыңнан алып қосарың бар ма? Енді жалпы бұл менің жұмыс өтілім, сенің айтып шыққан. Бұлай енді өмір баяным болғанда, қазіргі жасым 29-да. Осы 2001 жылы осы Форт-Шевченко қаласында орналасқан Есбол Өмірбаев орта мектебіне 1-ші сыныпқа бардым. Содан 2011 жылы сол оқу орнын тамамдап, Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетіне ауыл шаруашылығы мамандығы бойынша оқуға түстім. Ол оқуымды сол 2015 жылы аяқтап, содан кейін осы елге келіп, өзіміздің қаламызға келіп, осы манағы айтқан өзіңнің сол ауыл шаруашылық және ветеринария бөліміне қызметімді бастадым. Алғашқы қызметімді. Және өзің өскен ауылыңның басшысы болу оңай ма? Жалпы қай жұмысында оңай жоқ, алайда осы қаланың ары қарай дамуына өзімнің бойымдағы бар жігерімді, ойымдағы барлық жобаларымды салуға осы талпынған соң, маған бұл жұмыс қиынға соғып отқан жоқ деп есептеймін. Бауыржан, енді мемлекеттік қызметке қалай келдің? Мемлекеттік қызметке бастапқы кезде осы ауыл шаруашылық бөлімінде жасадым, жаңа практикант болып, содан кейін мына тұрғын үй коммуналдық шаруашылығында специалист болып жасадым, содан кейін маман болып, содан кейін госслужба дейміз, мемлекет қызметке өзімнің бағымды сынап, жаңағы тапсырып тестімді. Сосын ары қарай осы ауыл шаруашылық бөліміне қайтадан бас маман болып орналастым. Жалпы өзімнің мақсатым негізгі елге қызмет ету болды. Жалпы. Сол себепті осы жолды таңдадым өзім. Рахмет, енді кішкентай кезіңде қандай маман болуды армандадың? Кішкентай кезімде өзім маман болуды арманым негізі. Баланың ойы сірә жаңағыдай таза жүру, солай болады ғой. Галстук тағу деген сияқты. Солай арманым болған, бірақ енді арманыма жеттім. Галстук тағу тек ол оңай зат емес, алайда сол жауапкершілігі бар, иә. Бірақ енді сол жауапкершілікті алып, галстукты шешіп, қазір осы елге қызмет етіп жатырмыз. Жалпы ең алғаш әкім болғанда, енді қателеспесем, 27 жасында ма әкім болдың, иә? Жоқ, 28. Енді жас әкім болдың ғой. Сонда алғаш әкім болғанда қандай сезімде болдың? Ана креслоға отырғанда қандай сезім болды өзіңде? Мен жалпы өзімнің ұстанымым, бұл негізгі мақсатым кресло емес. Менің негізгі мақсатым осы қалаға бір септігімді тигізу. Алғашқы
әкім болып сайланған кезде менің бір сезінгенім елдің аманаты. Ол елдің аманатын алып сол орынға барғаннан кейін абыройлы түрде сол аманатты белгіленген жаңағы сайлаудың өзінің кезеңі бар, отыратын өзінің орның бар. Мысалы 4 жыл ма, 4 жылға осы аманатты абыроймен алып шығу. Сол ойыма келді. Сондықтан бұл ауыр жүкті алғаннан кейін менің бар ойым осы елге қызмет ету болды. Басқа менде жоспар болған жоқ. Жалпы енді тағы бір сұрақ болсын. Мектепте Бауыржан қандай оқушы болдың? Мектепте мен арты болған жоқпын, алды болған жоқпын, ортасы болдым. Білімде де енді білім жағынан да ондай бір отличник дейміз ғой жаңағы. Ондай болған жоқпын, не троечникте болған жоқпын, Аллаға шүкір, бір өзінің ортасында болдым. Осы өнер жолдарында да жаңағы мектеп аралық сайыстарда да бірталай сайыстарға қатысып белсенді болдыңыз. Белсенді болдық. Жалпы қазіргі жаңа Қазақстанның жастары қандай болу керек деп ойлайсың? Жаңа Қазақстанның жастары ең біріншіден мен ойлайтыным осы біз жаңағы көп жерде айтып жүреді ғой, біз тарихқа қарап болашағымызды жоспарлаймыз деп. Тарихымызды қарап отырсаң, біз қазақтың осы көрмеген қиыншылығы жоқ. Сондықтан осы қиыншылықты, тарихты білгеннен кейін қанша термен, қанша қанның, қанша күшпен келген тәуелсіздікті алып қалу үшін қазіргі жастар отан сүйгіш патриот болу керек деп ойлаймын. Ол болмаса, бұл жаңағы Абай атамыз айтады ғой, біріңді қазақ, бірің дос, қалғанның бәрі бос деген сияқты. Бірінші адам өзінің елін сүю керек, өзінің елін қорғау керек. Осы бізге ата-бабаның аңсаған кешегі осы 91 жылы алған тәуелсіздігімізді біз қалайда осы сақтап, мәңгі ел болуға осы жастар болып бірлесіп жұмыс жасау керекпіз. Яғни айтқанда тәуелсіздікті қадірлеу керек, Қадірлеу. Енді айтып жатсың, патриот болу керек деп. Жалпы патриот дегенді қалай түсінесің өзің? Патриот дегеніміз бірінші кезекте бұл жердің, бұл осы қазақ жерінің, қазақ елінің әр өзінің мысалға қазақ азаматының және қазақ осы жеріміз дейміз ғой, соны сүйе білу керек. Менің өзім ойым сол. Өз жерін, өз адам өзі сүю керек. Басқа жаңағыдай оймен не жоқ. Бірінші кезекте адам өзінің жерін өзі сүйіп, өзінің жерін өзі қадірлеу керек. Яғни айтқанда елін сүю керек. Мен де енді осы сұраққа мен де толықтыра кетейін. Мен осы 2015 жылы болу керек, Бекболат Тілеуқанов ағамызбен осы жастармен кездестік, осы Ақтауға келіп. Сонда ол кісі айтқан, патриоттық сезім дегенді сіздер былай деп ойламаң дейді. Патриоттық сезім деген жаңағы қолыңа ту алып, немесе бір қазақ нақышта киім киіп алып, патриот деген олай деп ойламаң деді. Патриоттық дегенді мен қарапайым тілмен түсіндірейін деді. Сол кезде былай түсіндірді Бекболат Тілеуқанов. Мысалға, сен торда қамалып тұрған бір қабаған итті көрсең, мысалы қорқасың ғой дейді, мысалы. Бірақ сол ит босап кетіп, сенің туған ініңді талап жатса, сен ана итке қарап тұрмайсың ғой дейді, қорқып. Сенің ана балаға деген махаббатың, ана итке деген қорқынышына жеңіп кетеді дейді. Патриот деген солай болу керек дейді. Дұрыс. Еліңе жаның ашу керек. Мен де дұрыс айтып жатырмын, Жалпы енді бірінші кезекте айтады ғой, әр елдің азаматтары өзінің мына әйел азаматтарын, қыздарын қорғай білу керек. Біз ол кісілерді қорғамасақ, ары қарай енді өзің білесің. Рахмет. Енді Бауыржан, осы жерден сұрақтар легін тоқтата тұрсақ, бізден тосын сый болсын, енді экранға назар аударсақ. Бауыржаным Құттай күнінде әр нәрсеге қызыққыш,
сондай мынау қалай, мынау былай ма деп сұрайтын сондай бір бала болды. Мектепте жақсы оқыды. Мектепте жүргенде әйтеуір ұйымдастырып бір нәрселерді. КВН дейтін болды сол кезде, сондайларға қатысты. Жаман атағын шығарған жоқ, жақсы бала болды. Мен ризамын енді балама. Осындай дәрежеге жетуіне әуелі Алла, содан кейін өзінің табандылығы олай болды. Енді ең бірінші негізгі таңдаған оқуы военный институтқа түсті. Бірақ оны енді ода оқығанды қиынсынып сол ауыл шаруашылығын бітірді, ауыл шаруашылығын оқуын бітірді, сосын юристік бітірді. Бала күнінде енді сол айтып отырмын ғой, бәрін білгісі келіп тұратын, қызығатын, қызыққыш болды. Қызық оның нелері бар. Бірақ енді оны айтсам, қайдан білейін енді айтқан. Ол өзінің ағасына түрлі сұрақтар қоятын, ағасы армияда нелер болады деп. Соларды сұрайды, армия қандай, Қытай күнінде өзі 4-5 жастарында тіл шыққан кездерде бәрі нәрсені білгісі келіп, мынау не деп. Қызық нелер бар енді, оны айтпай-ақ қояйын, ұялып қалар. Сол енді балама разымын. Алла енді берген осындай атақ даңқын Алла тағала қызғанбасын, жақсы болсын, одан да жақсы биіктерде көріне беруіне балама аналық тілегім. Аман болсын, қайда жүрсе де, халқының қалаулысы болсын, елінің еленгісі болсын. Бауыржан сыныпта өте үздік оқушылардың бірі болды. Жауапкершілігі мол, тапсырылған жұмысты уақытында орындайды, қоғамдық жұмыстарға белсене қатысады, өте ақылды, елгезек, сүйкімді оқушылардың бірі еді. Бауыржанның қыздарға бергісіз жазуы өте әдемі болды, каллиграфиясы, сурет салғанды ұнататын еді. Және бірде осы аудандық семинар өтті. Сол семинарға аудандық әдістемелік орталықтан мамандар қатысты, басқа да мұғалімдер қатысты. Сол кезде мынадай сұрақ қойылған болатын. Бұл әлі күнге дейін менің есімде. Яғни осы біздің ауылымыздың өркендеуіне үлес қосып отырған мекемелер және қандай өндіріс орындары бар деген сұраққа сол кезде Бауыржан жаңадан ашылып жатқан Аджип компаниясы, Бехтеленка компанияларын атап шыққан болатын. Небәрі ол 2-ші сыныптың оқушысы еді. Сол кезде сол аудандық семинарға қатысып отырған мұғалімдердің, мамандардың өздері риза болды. Сол кезден ақ Бауыржанның көпшілік алдында еркін өз ойын жеткізе алатындығы және ізденімпаздығы көрінді. Халықтың қамын ойлайтын басшы болады деп сенемін. Алдағы жұмыстарына сәттілік тілеймін. Бүгін сіздердің әріптестеріңіз Бауыржан Хамидұлы, біздің студент шақтан бері келе жатқан досымыз. Бауыржан жайлы айта кететін болсақ, Бауыржан ең алдымен адал дос, өзінің айтқан сөзіне тұратын, және де бір істеген нәрсесін тиянақты, аяғына жеткізетін жігіт. Орал қаласындағы Жаңғырхан университетінде білім алғанбыз. Сол университеттің жанындағы жатақханада, бір жатақханада тұрған боламыз. Енді Бауыржанның өзінің білгірлігін, өзінің алғырлығын сол студенттік кезде университет жағында да жатақхананың ішіндегі шараларға қатысып көрсетіп жүрген. Бауыржан қазір енді басшылық қызметте, жұмысына табыс тілейміз, отбасына амандық, деніне саулық, жұмысына береке берсін. Бәрекелді. Жаңа енді мінекей қандай ұл дегенге анаң да тамашаға жауап беріп жатыр. Енді сен үшін анаң мақтанады екен. Әрине енді қай ата-ана болмасын, перзенті үшін мақтанса ол мәртебе деп ойлаймын қашанда. Қандай оқушы дегенде үздік деп жатыр енді. Рас па? Енді жаңа көрсетіп отырған Айшолпан дейтін апайым 2-ші класста сабақ берген бізге. Мен 2-ші класты сол үздік бітірген. Енді одан кейін ол кісі енді... Сол үздікпен қалып қойғансың ба? Иә, сол кезде сол ойында қалып қойған шығар. Мен одан кейін өстік, жаңағы бала болдық. Басқа да не болды, сонымен кішкене ол үздіктен ортаға түстік қой енді. Енді Бауыржан, жаңа енді сенің жақындарының сен туралы ойы осындай,
жалпы қазіргі қызметіңнің сағат бақтырмайтынын білеміз. Күндіз түні жұмыс барысы, енді жақындарыңмен ара қатынасың қандай? Жалпы, яғни айтқанда, отбасыңа қаншалықты көңіл бөлесің? Енді отбасы деген енді бірінші кезекте ғой. Алайда біздің жаңа өзің айтқандай жұмыстың әрбір мәселелеріне байланысты біз көп жерде енді шыны керек көңіл бөле алмай жатамыз. Көп жаңа үйде болмаймыз, кейде жаңа кеш барамыз деген сияқты, таңда ерте кетеміз деген сияқты. Былай енді осы демалыс күндері көбіне енді осы үйдің ішінде болып, сол отбасымен бірге боламын. Шыны керек, енді жаңа айтқан көп болмайды екен. Осы бір жерде жұмыс жасасам да көп үйде болмайды екен. Оған жұбайыңыз ренжімей ме? Жоқ, мен жұбайым оған ренжімейді. Ол сондай бір түсінетін ақылды азаматша. Жалпы тағы бір сұрақ болсын осы отбасы туралы. Бала тәрбиесіне деген көзқарасың қандай? Жалпы енді тамаша құлыншақтардың әкесісің. Қандай әкесің? Енді қиын сұрақ. Мен үшін Аллаға шүкір, Алланың берген 3 қызы бар. Сол енді барынша осы ұл қыздарымды, енді Құдай қаласа ұл деп айтамыз ғой енді. Қыздарымда осы шүкір берер Алла. Иә. Қыздарымда осы елінің азаматшасы болады деп, тәрбиелі азаматшалар болып өседі деген ниеттен, ол кісілер енді ол қыздарыма бірінші кезекте мен айтқан анасына, сен енді қыздың тәрбие жағына кішкене көп үйде боласың, өзің жаңағы әкенің рөлін өзің білдіріп отыр. Мен енді түздің адам болғасын. Түздің адам болғасын, бірақ әкенің рөлін сен сырттай білдірсең, мен бірге болған кезде олар біліп, мен ары қарай өзімнің рөлімді көрсетемін деп. Сондай өзіміз бір ұстанымдамыз енді. Бәрекелді. Рахмет. Енді жалпы достық деген ұғымды қалай түсінесің? Жалпы дос аз дейді, жолдас көп дейді ғой. Бірақ енді достық деген ұғымды мен бәрін дос бола беремін. Сондай көп адамда бірден жаңағыдай танысқан жағдайда, бірден не болған жағдайда, кездескен жағдайда мен көп адамды бірден жаңағы оның ақыл ойының ішінде не ойлап тұрған жағын ойламайды екен. Бірден мен оны дос қылып тартам. Ары қарай енді әртүрлі жағдайларға байланысты әркім өзінің қандай екенін көрсетеді. Өмір болғасын, қоғам өзі жолдас қылады дейсіз ғой, иә? Жалпы өмірде адал дос көп пе? Адал дос енді 50-50 десе де болады. Рахмет. Жалпы енді өзге ортаға барғанда қандай нәрсеге мән бересің? Өзге ортаға барған кезде бірінші кезекте жалпы былай айтады ғой, мысалы, өзге елге барсаң, өзге қалаға барсаң, бірінші базарына бар деп. Ол жердің мәдениетін сол жерден түсінесің деп. Бірінші сол мәдениет жағын, отырыстың жаңағы өзге ортаның жаңағы қалай өрбейтінін, әңгіменің қалай өрбейтінін бірінші солай жүргізем, сосын ары қарай уже араласып бастаймыз. Тағы бір сұрақ болсын. Отбасында кімнің ақылын көп тыңдайсың? Отбасымда әке-шешемнің ақылын көп тыңдаймын. Сосын менің алдымда ағам бар. Сол ағамның ақылын көп тыңдаймын. Жақындарыңыздың, иә? Жалпы қандай шығармашылыққа көңіл бөлесің? Шығармашылық болғанда мен енді көп жерде мына жыр терме жақтарына қарай жақсы көрем. Кейде осы манағы айтқан жұмыстан кішкене бір шаршап бір келген кезде өзім қолыма домбырамды мына Маңғыстаудың жырларын айтып, өзімше кішкене миымды демалтып отырамын. Әудейтіңіз бар ма? Әудейтінім бар. Иә. Жалпы тағы бір сұрақ болсын. Жалпы кітапты қаншалықты оқисың? Кітап
кітапты мен шыны керек көп оқымайды екенмін. Неге? Енді білмеймін, енді уақыт жоқ десем тағы болмайды. Мысалға кітапты көп оқымайды екен, бірақ енді жаңағы жыр термелерді қарап отырып сондай кітаптарды оқимын. Соның ішіндегі өзіме жаңағы керекті сөз мәнеріне, сөйлеуге, сөз саптауыма керекті сөздерімді үнемі жаттап жүремін. Жалпы спортты серік етесің бе? Әрине, мен 2008 жылы 8 классымнан бастап сол Асқар дейтін, Камал Асқар дейтін бокстың тренерім болды. Сол боксқа қатыстық. Одан кейін жаңағы әртүрлі себептерге байланысты ол боксты қойып, жаңағы дзюдо дейді ғой, күреске қатыстық. Одан кейін ары қарай оқуға кеттік. Сосын оқуда жүріп, жаңағы мына панкратион дейді ғой, азғанда енді өзімдің жаңағы өзімді өзім қорғау үшін деп айтсақ та болады. Сол үшін жаңағыдай мына панкратион дейтін спортпен айналыстым. Бірақ мына бокстан басқа осы жаңа аталған спорт түрлерінен жарысқа шыққан жоқ. Жалпы өмірде ұялы телефонға қаншалық тәуелдісің? Ұялы телефонға қаншалықты болғанда қазір енді солай тәуелді болып қалдық қой. Қоғам тәуелді ғой қазір. Бірақ енді біздің әртүрлі жаңағы чаттарымыз бар, жұмыс бабына сәйкес. Сол чаттарды мысалға қарап отырмасақ, біз көп заттан қалып қоямыз. Сол себепті ол чаттарды қарап отыру керекпіз. Әртүрлі тапсырмалар бар, әртүрлі мәселелер бар. Сол себепті біз енді 70% десем де болады. Жалпы болашағыңды қай қаламен байланыстырасың? Егер ұсыныс түсіп жатса, басқа қалаға, басқа бір басшылыққа ұсыныс түсіп жатса, қалай қарайсың? Қарсы емеспін. Жалпы мен өзімнің ойым бір осы қаламызда емес, мысалға өзге облыс болсын, өзге қалалар болсын, сол жақтарға барып жұмыс жасап, ол жерден үлкен тәжірибе алып, осы ары қарай осы қалама қайтып келу. Сол жердегі тәжірибемді осы ары қарай қаламда жетілдіру. Түбіне қайтып келу, егер де болса. Енді жаңамен осы жаңа Қазақстанның жастары туралы сұрағым болатынмын. Енді осы жаңа Қазақстанның орта буыны біздер, яғни айтқанда 10 жылда алға шегерткенде жаңа Қазақстанның болашағы қандай болады деп ойлайсың? 10 жылда шегерткенде жалпы біз қазір осы біздің буын, осы орта буындар енді арғы жақты азғантай шалдарды да көріп қалдық қой. Сол себепті бір кішкене бір деңгейде өтеміз де, ары қарай мына жастарды кейде мына мектептерде қарап жүрмін. Бір кішкене ішің ашитын жері бар. Бірақ Құдай қаласа деп айтайық, 10 жылда көп зат өзгеріп, бұл жастар басқаша болады деген ойдамын. Жақсы боламыз деген ойдасыз? Жақсы боламыз деген ойдамын. Мінекей Бауыржан, бүгінгі біздің эфирімізде өз мәресіне де жетіп қалды. Ендеше бүгінгі біздің эфирімізді қорытындыласақ, мына енді біздің достарымызға, бүгінгі біздің каналға тіркелген достарымыз бар. Алғысын айтар тілегің болса. Жалпы манағы айтқан көп жерде отырыстарда болсын, көп жерлерде тілек айтқан кезде мен мына Ақтанберді дейтін жырауды білесің. Сол кісінің мына батырлар жиналып жауға шабар алдында батырларға рух беретін сөзі бар. Сол кезде тәуелсіздікті аңсап, сол кезде бейбітшілікті аңсап, біздің ата-бабаларымыз осы ұрандатып, осы жаңағы өлеңдетіп батырларға рух береді. Сонда айтады, күлдір-күлдір күшінетіп, күреңді мінер мекенбіз, күлеруден бау тауып, кіреу кигер мекенбіз. Жағасы алтын жеңіз жез, шығыр-шығыр торғай көз, ақ сауыт киер мекенбіз деп, батырларға рух беріп, тәуелсіздікті, бейбітшілікті аңсап, осындай өлең шумақтарын айтады. Аллаға шүкір, қазір біз тәуелсіз елміз. Күлдір-күлдір кісінетіп, күреңді үнде мініп жүрміз.
жағасы алтын жеңі жез, шығыршығы торғай көз, ақ сауытты да киіп жүрміз. Шүкір. Аллаға шүкір. Осы манағы айтқан тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Еліміз бай болсын. Бейбітшілік болсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Рахмет, Бауыржан. Енді біздің де бүгінгі жобаның атынан, және бүгінгі біздің орталықтың атынан мінекей өзіңе тамаша сыйлығымыз бар. Бұл енді картинка. Рахмет. Өзіңе деген. Қабылдау. Және де, Бауыржан, мынау енді жұмыстарыңыз жаңа айтқандай уақытқа бағынбайтын жұмыс қой сіздердікі. Мынау енді уақыт жоқ заманда уақыт тауып келгеніңе, бүгінгі біздің жобамызға келгеніңе мыңда бір рахмет. Алла істеріңізге береке берсін. Алда жастар істеріңізге сәттілік тілейміз. Қашанда мынау халықтың мынау ықыласына бөленгейсіздер деген тілегіміз бар. Амин. Ал енді қымбат достар, қымбатты бүгінгі біздің жобамыздың көрермендері, осымен лекториум жобасы өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар достар.